Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бар болған 3 ағзаттан үй жағдайында өте дәмді сыр дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен біз сүтімізді, менде 1,5 литрдей сүт, газымызға қойып, 1 ас қасық тұз саламыз. Келесі 3 жұмыртқамызды жарамыз. 3 жұмыртқамыздың үстіне 200 грамм 20% қаймақ саламыз. Қолдың қаймағын салсаңыздар да болады, бірақ қолдың қаймағынан өте майлы болады. Сондықтан дүкендікін сала бергендеріңіз жақсы. Осы 3 жұмыртқамызды араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін үстіне қаймағымызды саламыз. Қыздар, жасап көруге кеңес берем, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Қаймағымыз бен жұмыртқамызды 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Екеуі бірдей болып бірігеді. Сүтімізді қарап тұрамыз, осы уақытта сүттеріміз тасып кетпесін. Міне біздің сүтіміз көтеріліп келе жатыр. Газдың астын орташа отқа қоямыз. Қатты жайда қойып қоймаңыздар, орташа отта қойып, қайнап жатқан сүттің үстіне жаңағы дайындалған қаймақ пен жұмыртқадан араласқан массамызды саламыз. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Осы отта 5-10 минуттай ұстаймыз. 5-10 минуттай ұстаған кезде біздің сүтіміз іртік пайда болады, яғни жаңағы творог сияқты пайда бола бастайды. Араластырып тұрыңыздар. Осы кезде оттарыңыз өте жай болып қалмасын. Орташа жақсы отта қоямыз. Міне біздің жайлап сүтіміз көтеріліп, егер байқасаңыздар, бетіне іртіктеліп жиналып жатыр. Араластырып тұрамыз. Әбден көп іртік пайда болғанша осы сүтімізді жай қайнатып отырамыз. Міне байқасаңыздар, сүтіміз іртіктеліп жатыр, е? Міне осылай әбден қайнатамыз. Осының барлығына тек 5-10 минутта осындай пайда болады, өте тез. Сүтіміз осылай іртіктелгеннен кейін осы бетіндегі творогын, яғни сүзіп аламыз. Міне әбден қоюланып іртіктеліп қалды. Барлығы бетіне көтеріліп шығып тұрады. Енді осы дайын болған творогымызды сүзіп алу үшін үлкен ыдысқа бетіне осылай сита қоямыз, немесе мен сияқты зат қойсаңыздар болады, және оның үстіне марлы қоямыз. Енді сүзгіштің көмегімен осы творогымыздың барлығын марлының үстіне қойып жинаймыз. Астында міндетті түрде су ағып тұратын үлкен ыдыс болсын, себебі бізде арасында су өте көп болады. Осылай жақсылап барлық қоюын сүзіп аламыз. Біздің творогымыз сондай жұмсақ, бір-біріне жабысқақ болып тұр. Бетіндегі творогын жинап алғаннан кейін марлымызды бір-біріне қосып, суын шығарамыз. Өте ыстық болады, абайлаңыздар, арасындағы суларының барлығы шығуы қажет.
Суының бәрін шығарып болғаннан кейін марлыны жақсылап түйіп қоямыз. Аузын түйіп қоямыз. Одан кейін шұңғыл ыдысты аламыз. Бетіне, мысалы менде кесе тұр, оның үстіне воронканы қойып, ішіне жаңағы сырымды салып, үстін қатты затпен бастырып қойдым. Кесенің орнына шұңғыл зат болса немесе асты тесік бір ыдыс болса өте ыңғайлы болады. Үстін басып бір түнге қалдырсаңыздар болады, немесе 3-4 сағатта біздің сырымыз бірігетін болады. Міне мен бір түнге қалдырдым. Осылай енді ашып көреміз қазір қалай болғанын біздің сырымыз. Қараңыздаршы, түрінің өзі өте әдемі, дөп-дөңгелек болып тұр. Дүкендікінен еш айырмашылығы жоқ. Кескенде де арасы бірігіп, бірдей болып тұр. Өте оңай, өте керемет, дәмді болып шықты. Маған ұнады, дәмін көрдім. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Отбасыңызға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Егер видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта өте керемет рецептілер болатын болады. Сіздермен бірге болған назым, барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.